сәлеметсіздер ме? Сіздермен BI-Академия және мен Нұрдәулет қымбатым. Алдыңғы сабақтарда сіздермен JavaScript-тің негіздерін, оның массиві, әртүрлі әдістері, операторлары, сонымен қоса логикалық және де глобалды түрлерін, әдістерін қарастырған болатынбыз. Бүгінгі сабақта жаңағы JavaScript бағдарламасы бойынша терезе ашу, яғни window ашу. Жалпы window ол ағылшынша pop window, яғни бұл ең ертеден келе жатқан тағы да бір документті ашу үшін қолданылатын жүйе болып табылады. Жалпы window негізгі екі түрін өзіне қарастырады, яғни ол JavaScript-тің глобалды объектісі және де кез келген браузердегі терезе. Бүгінгі сабақта сіздермен window әдісін, яғни оның функция беру үшін оған арнайы URL, яғни осы функция арқылы көрсетіледі, яғни кез келген ауыспалы соңында белгілі бір нәрсені табу үшін оны глобалды объектінің ішінен істейді. Егер яғни берілген терезенің жұмыс істеуін қарастыратын болса, онда оны мына түрде жазамыз. Ол бізде тең, яғни жаңа терезе ашу, new window, берілген біздің стрингіміз, яғни бұл қарапайым түрі болғандықтан оны тест ретінде қолданамыз, яғни тест тырнақша ішінде болады. Осы түрінде беріледі. Егер де Windows-дың әдісі Windows ретінде қарастырылатын болса, онда ол былай жазылады. Жаңағы сол сияқты new window. Яғни бірнеше стрингті виндоулар берілген. Яғни бірнеше браузерде бізде терезе ашылады. Осы түрде беріледі және де window соңынан бастапқыда берілген жүйенің, яғни бізде HTML HTTP request болады. Яғни осы түрде беріледі. Сонымен қоса бұл жаңағы window деген әдіс объекттің глобалды түріне қарағанда өзіне, яғни белгілі бір интерфейс, браузерде белгілі бір интерфейспен де жұмыс жасай алады. Жалпы біз күнделікті интернет жүйесіне кірген кезде әртүрлі сайттар бар. Әртүрлі сайттарға кірген кезде бұрыш-бұрышының түрлі бізге ұнамайтын, яғни жарнамалар шығады. Яғни осы жарнамалардың бәрі осы window оператор арқылы жүзеге асырылады. Жаңа мен сіздерге айтқандай, ең JavaScript, яғни window арқылы біз жаңадан new документмен жаңадан терезе ашамыз. Жалпы айтқанда осы егер осы терезелердің аттары мынандай әдістермен жүзеге асырылады. Олар мысалға менубар деген әдіс. Менубар былай түрде жазылады. Яғни
браузерде көрсетілген яғни меню бар, сол менюдің жолын көрсететін әдіс. Одан кейін toolbar деген әдіс бар. Toolbar. Бұл әдіс бізде яғни навигация, браузердің навигациясының, яғни оның бетін көрсететін, яғни оны көрсетіп те алады және де оны тығып та алатын әрекетті айтамыз. Яғни бұл қарапайым түрде айтқан кезде берілген парақшаны жаңарту немесе алдыға немесе артқа деген жүйелермен жүзеге асырылатын әдіс болып табылады. Location деген әдіс бар, ол үшінші әдіс. Location деген әдіс. Бұл әдіс, яғни URL адресті басқа бір терезеде ашу немесе оны өшіру. Немесе бізде белгілі бір, мысалға Firefox-ке кірген кезде белгілі бір адрестарды тығу үшін де көмектесе алатын функция, яғни location деп аталынады. Одан кейін статус деген бар, ол бәрімізге белгілі, ол былай жазылады, яғни белгілі бір жолдың қамын, белгілі бір жолдың түрін, сол жолдың қалай құрылғанын, не үшін қолданылатынын көрсететін немесе оны жауып тастайтын әрекет. Resizable деген әдіс бар. Resizable деген әдіс. Бұл әдіс жаңағы терезедегі өзгерістерді өшіріп тастайтын әдіс. Яғни бұл мәні жоқ деген, яғни белгілі бір адамдарға кіруге рұқсат жоқ дегенді көрсететін әдіс. Сосын ең соңғы әдісі ол scroll bars деп аталынады. Яғни бұл әдіс белгілі бір терезенің яғни сызықтарын алып тастайды. Бірақ та бұл көбінесе кірген сайтқа кірген адамдарға өте қолайсыз. Яғни бұл браузерде көбінесе қолданылмайтын түрі болып табылады. Бүгінгі сіздермен осы. Сіздермен болған Нұрдәулет Қымбат және де